Ассаламу алейкум, менің каналымның көрермендері, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет рецепті ұсынамын. Асқабақтан жасалған самса. Бұл рецепт қатпарлы самсасы ұқсамай жүрген қыздарға өте керемет рецепт. Дәмі енді сөз жоқ, өте дәмді болып шығады және де тез дайындалады. Басқа самсаның дәміне қарағанда ерекше болады. Қонақтарға және өзіңіздің отбасыңызға күнделікті ұсынуға өте керемет рецепт. Менімен бірге болыңыздар және менімен бірге дайындап көріңіздер. Каналыма міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар және өз пікіріңізді жазып кетіңіздер. Ал ендеше дайындауды бастайық. Бізге ең алдымен 500 граммдай ұн керек болады, бір жұмыртқа және сары май 100 грамм қолдандым. Және де айран, кефир, тұз және де осындай қопсытқыш керек болады бізге. Бұл самсаның қамыры бізде қатпарлы емес, бізде песочный теста болады. Сондықтан мен блендерға осылай ұнды, майды салып алып, барлығын жақсылап ұнтақтап аламын. Егерде сіздерде блендер жоқ болса, онда сары майды қолыңызбен үгіттеп алуға болады. Яғни ұн мен сары майдың екеуін араластыруымыз керек болады. Бұл жерде сары май менде бөлме температурасында тұрған сары май, өте жұмсақ та емес, өте қатты да емес. Және де бізге қопсытқыш керек болады, яғни разрыхлитель. Осы кезде салып жібереміз барлығын. Керекті заттардың барлығын осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Бұл жерде мен кішкентай шай қасықпен жарты шай қасық салдым. Енді осының барлығын жақсылап ұнтақтап аламыз. Блендер жоқ болса, онда қолыңызбен жақсылап ұнтақтайсыз. Бұл қамырдың маған ұнайтын жағы өте тез дайын болады және қатпарлы самса сияқты уақытты көп алмайды. Және холодильникте қалып қойған қаймақ болсын, сары май болсын, барлығын салып осы қамырды жасауымызға болады. Өте керемет қамыр. Барлығын мінекей блендермен жақсылап ұнтақтап аламын. Және де қыздар, тағы да бір лайфхак, бұл қамырдан тек қана самса емес, пирогты жасасаңыз болады. Өте керемет шығады пирогта. Мінекей барлығын ұнтақтап алдым, жақсылап ұнтақталған, тез әрі жылдам және жақсы ұнтақталады. Енді осының барлығын ысқа салып алып, қамыр елтін боламыз. Бізге бір жұмыртқа керек болады, және де бір кесе айран керек болады, бір стакан. Айранға 1,5 кішкентай шай қасығымен тұз қостым. Тұз салуды ұмытып кетпеңіздер, міндетті түрде тұз салыңыздар. Мінекей енді айран, жұмыртқа барлығын араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз ондай қатты болмайды, жұмсақтау қамыр болып шығады. Қыздар, осы орайда сіздерге айтып кеткім келеді, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, каналымды қолдап отырсаңыздар, өйткені апта сайын сіздерге керемет рецепттермен бөлісіп отырамын. Мінекей қамырымыз дайын болды, жұмсақтау қамыр болып шықты. Енді қамырды пакетке орап, морозилкаға қойып қоятын боламыз. Жарты сағатқа 30 минутқа қойсаңыздар болады. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына мен асқабақ және пияз қолданамын. Және де фарш. Асқабақты қолмен турасаңыздар да болады, немесе осы мен сияқты блендерден өткізіп алсаңыздар болады. Асқабақ және пияздың барлығын салып, блендермен өткізіп үкіштеп аламын. Қатты майдалап жібермеңіздер. Қыздар, осылай блендермен үкіштеп алу өте оңай тәсілі, өйткені баласы бар әйелдерге уақыт жетіспегендіктен осылай істесеңіздер болады. Мінекей дайын болды. Енді осыған фаршымызды араластырып, әдемі салма дайындаймыз. Жалпы фарш қоспасаңыздар да болады, тек қана асқабақ және пияз қолдансаңыздар да болады. Фаршын қосып алдым. Неге енді зыра қосамыз. Зыраны көп қоспаңыздар, өте аз. Өйткені зыраның иісі өте қатты болғандықтан. Және де қара бұрыш, тұз және сұйық май қосамын. Сұйық май қоссаңыздар, кішкене сулы болып, фаршымыз жақсы болып шығады.
мінекей салмамыз да дайын болды. Мінекей жарты сағаттан кейін қамырымыз да дайын болды. Қамырымыз қатайып, жақсы бір қалге келді. Енді қамырды жайып аламыз. Қыздар, негізі қамырды бөлек-бөлек кішкентай шариктерге бөліп жайсаңыздар да болады әрқайсысын. Бірақ та уақыт жетпесе, осылай мен сияқты барлығын бірден осылай жайып алып, одан кейін әрқайсысын осылай кесіп алып жайсаңыздар да болады. Баласы бар әйелдер түсінеді. Мен осылай тез-тез істеп жасағанды жақсы көремін, сондықтан осылай үлкен етіп жайып алдым. Және де осылай әрқайсысын осылай кесіп аламыз, сол кезде тез болады. Қамырды қатты жоқайтып жаймаңыздар, кішкене қалыңдау болған дұрыс, өйткені бұл самса. Қамырды домалақ етіп кесіп алдым. Енді ішіне салмасын салып, бүгуді бастаймыз. Барлығына бірдей етіп салма салдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шеткі жақтарын осылай бүгіп аламыз. Бұл негізі өте оңай. Видеоға қарап жасасаңыздар, үйреніп аласыздар. Бұндай песочный қамырға осындай формалар жақсы кетеді. Өйткені піскен кезде де қытырлап, жеген кезде де өзгеше дәм береді. Барлығын түйіп дайындап алдым, противенге салып алдым және үстіңгі жағына жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып жағатын боламыз. Бетіне осындай мак немесе күнжіт қолдануға болады. Әрине бұл әдемілік үшін. Және де қызып тұрған духовкада 200 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Қыздар, менде асел печкасын 200 градустан асырып 25 минутта пісіріп аламын. Әркімнің печкасы әрқалай. Қызарғанына қарап білуге болады піскенін. Жалпы бұл самса тез піседі. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай самсаларымыз қызарып әдемі болып шықты. Сіздерге ас болсын, дайындап көріңіздер және пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Шеф Айсу каналы. Көріскенше сау болыңыздар.